Мен Клара Түйсенбайқызы, қазіргі таңда Санеева компаниясының жетекші кеңесші дәрігерімін. Негізі мен өзім дәрігер болып 26 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Осыдан компанияға келгеніме 4 жыл болды. 2 жыл мен компанияда өзімнің жұмысымен бірге алып жүрдім. Себебі алдында постоянно білесіздер, науқастар келеді, солармен бірге осы дәрілерді бере отырып, осы дәрілердің барлығының нәтижесін көре отырып, көзім 100% жетті. Соның арқасында мен бір жылдай мемлекеттік жұмыста да, компанияда да жұмыс жасай алмай қалдым, денсаулығыма байланысты. Қазіргі таңда білесіз, жүрек қан тамыр ауруларынан кейінгі 2-ші орында статистика бойынша онкологиялық аурулар. Сол онкология мені де айналып өткен жоқ, сол неге тап болдым. Аллаға сан шүкір, мен айтатын осы ортаның арқасында мен қазір сіздердің артында осындай здоровый болып тұрғаным. Себебі шынымен де айтып жатыр ғой, алтыннан қымбат ол орта бұл деп. Біздің компания басшылығы Роза апай, сізге мың алғыс. Сіздің маған берген рухани және матери барлығынан қолдағандарыңыз үшін. Маржан ханым, сіздің бар уақытта жасы кіші болса да Маржан ханым кішкентай баланы жетектеген сияқты тай-тай бастырып, осының барлығын үйретіп, осы ортаға келтіріп отырған сіздерге басымды иемін. Сол бір жылдай мен 8 курс химиотерапия алдым. Сонда да енді айналама үйреніп қалған әдісіміз ғой, біреуді емдегіміз келіп тұрады, жақсылығымызды жеткізгіміз келіп тұрады. Сол себепті жатқанда да мен айналама өзіміздің бәріміздің білетін сүйікті флорацин кремді тастаған жоқпын. Соны барлығына, себебі химиотерапия кездері ең бірінші бір жағынан ол онкологияны тоқтатқанмен, екінші жағынан біздің органдарды зақымдайды. Ең бірінші бізге бауырға, бүйрекке, асқазанға ауырлықтар. Сол кездері осы бауыр шайды, бүйрек шайды, кремді мүлдем мен үзген жоқпын. Осы таза табиғи шөптердің арқасында мен өзімді, сосын фитовиздің кереметтілігін жаңа дәрігеріміз, тоже дәрігер коллегамыздың көбейіп жатқанына да қуаныштымын. Сол өнімдердің арқасында міне Аллаға шүкір нәтижелер өте көп. Білесіздер, биологиялық белсенді қоспа адам ағзасына не үшін қажет? Себебі қазір біздердің күнделікті ішіп жеп жатқан тағамдарымыздың өзі биологиялық белсенді болып жатады. Бірақ соның барлығы толыққанды біздің ағзамызға керек дәрумендерімізді, ферменттерімізді, аминақышқылдарымызды, микроэлементтерімізді қамтамасыз ете алмайды. Егер қамтамасыз ету керек болса, біз тонналап ішу керек боламыз тағамдарды. Оны біздің ағзамыз көтермейді. Сол үшін сау, салауатты өмір салтын ұстана отырып, біз міндетті түрде осы биологиялық белсенді қоспаларды қосуымыз керек. Не үшін біз ана табиғаттың беріп тұрған таза табиғи шөптерін өзімізге қолданбасқа? Бұның барлығы бізге топырақтан өскеннен кейін біз малдың етін жейміз, соның тағамдарын тұтынамыз, сол жеген шөптермен қоректенеміз. Сол таза табиғи шөптерді табиғаттың беріп тұрған бірегей сыйы не үшін қолданбасқа? Осы қолдана отырып біз ағзамызға қажетті болып тұрған барлық макро-микроэлементтерді, витаминдерді, аминақышқылдарды толықтырып отырған арқасында біз денсаулығымызды жақсартамыз. Қазіргі таңда созылмалы аурулар өте көп. Бұларды қанша емделіп жатса да результат болмай жатыр. Себебі неде? Себебі қазіргі таңда біздің ішіп жеп жатқан тағамдарымыздың барлығы бізге қолдануға келгенде, бұның барлығы өңдеуден өтеді. Қазіргі бизнес болсын, басқа болсын, өңдеуден өткеннен кейін бізге сапасы дұрыс емес. Сол үшін көп бұрынғы сияқты бізде қимыл қозғалыс жоқ. Бұрынғы ата-бабаларымыз атқа мінген, жаяу жүрген, ешқандай лифті болмаған, машина, автобус болмаған, қимыл қозғалыс өте көп болған. Сол себепті де біздің ата-бабаларымызда ешқандай ауру сырқау деген болмаған. Бізде қазір отырамыз, телевизорда даже үйде пультпен, диванда жата салып, пультпен нетеміз. Сосын үйде біздер барлық, основной бізде 90% әйел адамдар екен, қолданатын біздің үйімізде посуда жуатын құралдарымыз, кір жуатын құралдарымыз, бұлардың барлығы біздің ағзамызға зиянын келтірмей қоймайды. Сол үшін біз ішкен жеген тағамымызды, қолданатын өнімдеріміздің барлығын талғап тұрып, осының барлығына мән беріп отыруымыз керек. Ең бірінші әйел адамдар өздеріңізді жақсы көріп, өздеріңіздің денсаулығыңызға мән беретін болсаңыздар, қоғам дені сау, семьямыз дені сау, барлығының дені сау болады.